Кейбір адамдар аптекаға барады да, дәрігер көп қояқты аптекада. Мына дәріні сен жазылып бересің деп, пневмонияларын өздері емдейді да, кейін жүйелік өзгерістерге ұшырағаннан кейін маған келіп жатады. Ағай, мына өкпем дұрыс болмай жатыр, қарап беріңіз деп. Компьютерлік томография жасаған кезде өкпеде өзгеріс басқаша. Қазір сізге көрсетемін. Жаңа айтып кеткендей, пневмонияны өз бетімен емдеген кезде немесе өзі жазылып кетеді ғой деп жүрген кезде осындай дүниелер болады. Қарап отырсаңыздар, пневмония бұрында қатып қалған, қазіргі кезде фиброз болып жатыр. Және де міне қараңыздар, көрініп тұр ма сіздерге? Қазір астыңғы жағын көрсетейін. Сол оң жақ өкпенің ортаңғы бөлігі тіпті қазір фиброз алып, тыныс алу актісіне қатыспайды деп айтсақ та болады, өйткені пневмониялар өздері қатайып қалған, сіңірілмеген нейрососалис жаңағы плотный очаққа айналып жатыр. Көрдіңіздер ғой? Үлкен тыртықталу деген осы. Сол себепті, егер де өкпеңізде қабыну болса, аптекадан ана дәріні, мына дәріні ала салып, емделіп, уақыт созудың қажеті жоқ. Ауырған кезде уақыт сіздің еншіңізге ойнамайды. Сол себептен дәрігерге көрініп отырыңыздар. Аман болыңыздар.